Нейропедагогикалық ойындар. Бұлар қандай ойындар? Бұл ойындардың баланың оқуына, дамуына қандай пайдасы бар? Бүгін сіздерменен бірнеше нейропедагогикалық ойындармен таныстыратын боламын. Шапалақта тарсылдат ойыны. Дыбыстар мен әріптер бөлімін өткен кезде дыбыстардың артикуляциялық, акустикалық бұзылыстары бар балалар үшін шапалақта тарсылдат ойыны өте тиімді болмақ. Ақпаратты қабылдау және өңдеу мүмкіндіктерін жақсартатын жаттығуларға жатады. Бұндай ойынды кросс қозғалыс жаттығулары деп айтамыз. Мысалы, балаға кітап деген сөзді беретін болсақ, бала сөзде қанша дыбысы естісе, сонша шапалақ ұрып, аяғын тарсылдату керек. Кітап к шапалақтайды, тарсылдатады, т шапалақтайды, а тарсылдатады, п шапалақтайды. Сонда бала тарсылдату, шапалақтау арқылы сөздегі әріп санын және дыбыстардың айтылуын есінде сақтайды. Келесі ойынымыз шамдар ойыны деп аталады. Біз балалардың қолына суреттегідей тиісті әріптерді білезік ретінде береміз. Олар біз қандай дыбыс айтсақ, қандай дыбыстан басталатын сөз айтсақ, сол шамды жағулары керек. Яғни, а дыбысының белгісі бар білезікті оң қолына кигіземіз, о дыбысы бар білезікті сол қолына кигіземіз. Сөйтеміз де біз алма дегенде оң қолын көрсетуі керек. Ал оймақ дегенде бала сол қолын көрсетуі керек. Мінекей, осылай ашып, жұмып, ашып, ашып, жұмып, жұмыс жасайды бала. Бұл дыбыстарды естуге және оның бейнесін есінде ұзақ уақыт сақтауға көмектеседі. Жест ойыны, яғни қол қимылына байланысты ойын. Қолымызды үстелге немесе тіземізге қойып отырамыз. Бір қолымызды жұдырықтаймыз, екінші қолымыздың алақанын үстелдің үстіне қоямыз. Тапсырмасы: дыбыстарды автоматтандыру үшін буындарды, дыбыстарды немесе сөздерді айту кезінде қолдың позицияларын бір бағытта, бір уақытта және мақсатты түрде өзгерту. Мысалы, кітап дейтін болсақ, қолымызды осы кітап деген сөзді айтқан кезде ашып, жұмып, оң қолымызды жұдырықтасақ, сол қолымызды ашамыз. Тап буынға бөлген кезде, тап деген буынды айтқан кезде, сол қолымызды жұдырықтаймыз, оң қолымызды алақанын ашамыз. Осылай жест арқылы балаларды буынға бөлуді үйретеміз, меңгертеміз балаларға. Келесі ойынымыз алмадағы құрт деп аталады. Балалар екі жұдырықты түйіп, алманы көрсетеді. Оң жақтағы бас бармақ жоғары қарап тұрады, яғни бұл біздегі құрт. Содан кейін қол ауыстырылады. Енді сол жақ қолда үлкен саусақ жоғары көтеріліп тұрады, яғни супер деген сияқты. Мінекей, бізде бұл бізде алмадағы құрт. Енді біз екі құрт бір-бірімен бұлай кездесіп қалмауы керек. Ол үшін біздер ба-ла, ба-ла, ба
ла, алға, алға. Яғни буынды айтқан кезде сонымен қатар біздің саусағымыздағы, яғни алмамыздағы құрттар да жылжып отырады. Келесі ойынның түрі үлгіге қара ойыны. Фигуралар, таңбалар, әріптер, оны есте сақтау үшін содан кейін есте сақтаған нәрсені үстелге саусағыңызбен саламыз және оны айтамыз, ең соңында барып дәптерге жазамыз. Әр тапсырманы орындағаннан кейін үлгіні салыстырып тексереміз. Толықтыратын жері болса толықтырамыз, нақтылау сұрақтары болса оқушыларға қойып, кері байланыс жасаймыз. Яғни бұл кезде баланың қол моторикасы дамиды. Әріптерді, таңбаларды, сандарды, фигураларды қолмен жасағаннан кейін есінде ұзақ уақытқа сақталады.